Сәлем, қазір CapCutпен видео ролик жасап үйренеміз. Ол үшін CapCutты ашамыз. Кез келген бір фотоны таңдаймыз. Мысалы, мына фотоны алайық. Сіз алтын сатасыз деп ойлайық, мысалы. Одан кейін формат таңдаймыз. Формат 9:16 болады, өйткені біз сториске ролик жасаймыз. Роликтің стористің форматы 9:16. Енді қараңыздар, бұл бір фото 3 секундтық видео болады. Бізге 15 секунд керек, сондықтан бұны copy деген бар, копировать етеміз бірнеше. 15 секундқа дейін қараңыздар, 12. Енді 15 секундтық ролик шықты. Енді біз қажет болса фильтр таңдайсыздар, әрлейсіздер. Бізге бірақ фильтр қажет емес. Енді біз осы ролигімізге текст жазайық. Текстті ашасыздар. Ол жерде мынандай әртүрлі шрифттар бар. Осы жерден эффектісті бассаңыздар, әртүрлі шрифттарды көрсетеді сіздерге. Яркий, көзге түсетін бір шрифтті таңдайық. Мысалы, осыны таңдайық. И қайырлы таңғы деген ролик жасайық, мысалы. Қайырлы таң. Ролигіміз, текстіміз дайын болды. Енді осы текстке қызықты болу үшін анимация қосайық. Анимацияны таңдаймыз. Анимацияның 3 түрі бар. In, out, loop деген, мысалы. Енді бір әдемісін. Көзге броски бір сондай таңдайық. Мысалы, мұнан таңдасақ. Көрейік. Так, бұл 3 секундқа кетіп тұр бізде. Осыны копировать ете салсақ болады тағыдан. Copy. Тағы да. Осылай копировать етіп. Бүкіл видеода осындай бір анимация болсын десек, мысалы осылай істейміз. Негізі басында басқаша, аяғында басқаша әртүрлі анимация қосуға болады. Қараңыздар, осындай ролик шықты. Қайырлы таң. Енді бізге не жетіспей тұр, бұл жерге біз музыка қосайық. Так. Жақсы, енді біз аудионы ашасыздар, Sounds дегенді ашасыздар. Бұл жерде 6 папка тұр, қарасаңыздар, және рекомендуемый музыка тұр, ұсынылған музыка. Одан кейін сүйіктілеріңіз, міне мына звездочкамен белгіленгендер, осы жерден алып звездочкамен белгілеп қойасыздар сүйіктілеріңізді. Одан кейін Your Sounds, сіздің From Device деген неден аласыздар. Өзіңіздің телефоныңыздағы музыкалар. Экстракт деген видеодан да астынан көкпен жазылып тұрған жерде міне видеодан да музыка алуға болады. Мысалы, Favorites'тан біреуін алайық. Міне осы музыканы қосайық. Енді қараңыздар, бұл музыканың үстінен бассақ, 24 секундтық музыка бұл, ұзақ, сондықтан біз артығын алып тастаймыз. Split, міне бөлу, қию деген сөз. Қиып тастаймыз, 15 секундтық қалды. Ролигіміз дайын. Музыка қосылды. Текстіміз кішкене қисайып кеткен сияқты. Енді текстіміз тексерейік. Так. Текстіміз тексерейік. Жоқ, нормально. Қисаймаған. Нормально. Ролигіміз дайын болды. Міне осындай ролик жасап, өздеріңіз таңертеңге дайындап, оны салып, және мені белгілесеңіздер, сіздерге күшті бонус беремін. Енді осыны сақтап қоямыз, стрелканы басасыздар, экспортты басасыздар. Сосын видео сақталып болғанға дейін сіздер оны ашып, осылай күтіп отырыңыздар, өйткені жауып қойсаңыздар сақталмай қалуы мүмкін.
Так, еще бұны сразу біз тиктокқа жіберуімізге болады, 15 секундтық ролик ретінде. Міне қараңыздар, қазір міне тиктокпен бөлісу, тиктокқа және share to other platforms деген, ол басқа платформалармен бөлісесіздер, және done'ды басамыз, все, дайын болды деген сөз.